Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін таңертең алматылық банктердің бірінің алдында 4 жігіт бір еркісімен әйелге шабуыл жасап, 6 миллион теңгені алып қашып кеткен. Оқиға Сәтпаев пен Мүсірепов көшелерінің қиылысында болған. Ішкі істер департаментіндегілердің айтуынша, жапа шегушілерді қарақшылар қарумен қорқытып, қолдарындағы ақшаға толы сөмкені тартып алыпты. Онан соң ақ түсті BMW көлігіне отырып іс жасырған. Кейін Алмалы ауданындағы аулалардың біріне тастап кетеді. Неміс көлігі де ұрланған болуы мүмкін, себебі оған Ауди автокөлігіне тиесілі мемлекеттік нөмір тағылған болып шықты. Қылмыскерлер шабуылын алдын ала қасақана ұйымдастырған деген болжам бар. Қазір оларды іздестіру жұмыстары басталды. Мүсірепов Сәтпаев көшелерінің қиылысында қарақшылық шабуыл жасалғандығы туралы кезекші бөлімге ақпарат келіп түсті. Шабуылдаған адамдар бүгінгі таңдағы бізге белгілі болған мәліметтерге жүгінетін болсақ, шабуылдаған адамдардың саны 3-4. Бірақ нақты цифрасы жоқ. Қазір оларды анықтау барысы бойынша тергеу амалдары, іздестіру амалдары жүргізіліп жатыр. Шабуылға ұшыраған адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ.